Енді аталық жыныс жүйесіне бірнеше бездер бар, ішкі жыныс мүшелеріне жататын. Соларға тоқталатын болсақ. Бірінші бұл шәует қуықшасы, гландуля весикулоза деп атаймыз, немесе гландуля семиналис деп атаймыз. Кіші жамбас астауында шәует шығарушы түтіктің ампуласынан латеральды орналасатын, қуық асты безінен жоғары орналасатын, және де қуықтың түбінен артта және сәл латеральдылау орналасатын безді экскреторлы мүше болып табылады. Жұп болып келеді. Жастар шәует қуықшасының тек жоғарғы жағынан экстраперитониальды жабады. Шәует қуықшасының сыртқы беті кедір бұдырлы болып келеді. Оның несеп қуыққа қараған алдыңғы беті болады, және де тікшекке қараған артқы беті болады. Менің қазір көрсетіп тұрғаным бұл артқы беті. Ал мына несеп қуыққа қараған беті ол алдыңғы беті болады. Шәует қуықшасының ұзындығы шамамен 5 см болып келеді. Ені 2 см, қалыңдығы 1 см болады. Кесіндісін қараған кезде өзара байланысқан қуықшалардан тұратын көруімізге болады. Егер де осы шәует қуықшасының ұзындығын, яғни жазып көретін болсақ, оның ұзындығы 10-12 см-ге дейін жететін болады. Келесі бізде оның жалпы сосын айтып кетуіміз керек, 3 қабаты болады. Туника адвентиция, туника мускулярис және де туника мукоза. Осы шырышты қабаты, соның ішінде ең жақсы дамыған. Осы шырышты қабатында, яғни біз көреміз, дуктус экскреториус деп аталатын осы өзінің түтігі болады. Осы дуктус экскреториус, дуктус деференспен, яғни шәует шығарушы түтікпен өзара бірігетін болады, және де дуктус эякуляториус, шәует шашатын түтікке қарай ұласатын болады. Осы жерден көрсек болады. Келесі бізде ол қуық асты безі, немесе оны простата деп атаймыз. Латыншада ол простата. Так, бұлшық етті безді мүше болып табылады, яғни сперманың құрамына кіретін секрет кіреді, және де осы безді мүше шәуетке секрет бөліп шығаратын болып табылады. Қуық асты безі кіші жамбас астауының алдыңғы бетінде орналасатын болып табылады, төменгі бөлігінде. Несеп қуықтың астында орналасады, көріп тұрғанымыздай, сол үшін де қуық асты безі деп аталған. Қуық асты бездің сыртқы пішіні, яғни каштан ағашының жаңғағына ұқсас болып келеді деп айтамыз. Қуық асты бездің несеп қуықтың түбіне шәует қуықшасына және шәует шығаратын түтіктің кең жеріне бағытталған негізі мынау базис простата деп аталады, және де алдыңғы мінекей, так, мына жерден көруімізге болады, мінекей мынау алдыңғы беті, оң жақ беті, сосын бізде мына төменгі несі болады, инферия латералис деп аталатын латеральды төменгі бетін ажыратамыз, сонымен қатар артқы беті болады. Осының ішінде енді бездің алдыңғы бетіне келетін болсақ, бұл алдыңғы беті симфезге қараған болып келеді, және осы симфезбен байламдар және де бұлшық еттер арқылы өзара байланысқан болады. Ал ендігі артқы бетіне келетін болсақ, артқы беті фацис постериор, тікшегінің кең жері, яғни ампула ректиге қарай бағытталып, сол жерден жаңағы арнайы қалқамен байланысып тұратын болады. Вот сол үшін де тікшек арқылы, жаңағы пальпациялау арқылы, осы қуық асты, тікшектің алдыңғы қабырғасын пальпациялау арқылы қуық асты безінде ешқандай патология жоқ па екенін жалпы тексеруге болады. Келесі төменгі бүйір беті, оны фацис инферия латералис деп атаймыз. Мына аймақтар. Бұл дөңгеленіп, веналық өріммен артқы өтісті көтеретін бұлшық еттерге қарап орналасатын болады. Сонымен қатар қуық асты безінің ұшы болады, ол ұшын бізде апекс простата деп атаймыз.
төмен бағытталады, несеп жыныс диафрагмасымен шектесетін болады. Және де ол ары қарай неге осы бездің ұшы арқылы әрі қарай ол ұласады уретраға, яғни зәр шығару өзегіне қарай ұласатын болады. Қолғасты безінің көлденең көлемі 3-4 сантиметрдің жиегі, ал ұзындығы оның 3 сантиметрді құрайды. Сонымен қатар қалыңдығы 2 сантиметрді құрайды. Бездің салмағы 20-25 грамм, екі бөлікке бөліп қарастырамыз: лобус декстер, лобус синистер. Осы екеуінің шекарасында алдыңғы бетінде орналасатын, мына жерде көрсетілмеген, енді терең емес бір жүлгесі болады, шамамен осы жерлерде. Без негізінің артқы бетінен шығыңқы орналасатын және несеп шығаратын түтікпен жаңағы байланысатын жерінде оның қылтасы болады. Ол қылтаны бізде истмус простаты деп атаймыз. Қартайған шақта бұл без гипертрофияға ұшырайды. Сол үшін де зәр шығару, яғни зәр шығару каналы өзегі осымен тікелей байланыстырылғандықтан зәр шығару қартайған уақытта кішкене қиындай түсетін болады. Енді қолғасты безінің ішкі бөлігі бездерден тұрады. Сонымен қатар жұмсақ бұлшық ет тінінен немесе бірыңғай салалы бұлшық ет тінінен тұратын болады. Осындай бездің үлесшелері ода 30-40 шақтыдай болып келеді. Қолғасты безінің алдыңғы бөлігінде негізінен бездің үлесшелері аздау болып келеді. Бұл жерде негізінен ер адамның несеп шығару өзек қуысының айналасында жиналған 8 бұлшық еттік тін орналасатын болады. Осы безден аталған бізде секрет бөлініп шығатын болады. Және де осы секрет әрі қарай оның простатаның өзіндік несі, жаңағы дуктули простатицы деп аталатын өзіндік түтігіне қарай ұласатын болады. Сол арқылы шығып кетеді. Сонымен қатар біз тағы да бір бездерді ажыратамыз. Бұл несеп шығаратын өзек безі гландуля бульбауретралис деп аталады, немесе оны Куперов бездері деп атаймыз. Көріп тұрғанымыздай жұп без болып келеді. Бұл бездердің негізгі пішіні дөңгелек пішіндес болып келеді, тығыз сарғыш пішіндес болып келеді. Диаметрі 0,3-0,8 сантиметрдің аралығында және кедір бұдырлау болып келеді. Көріп тұрғанымыздай мынау зәр шығару өзегі, зәр қышқылы, өздеріңіз білесіздер, қышқыл болып келеді. Осы қышқыл зәр шығару өзегінің шырышты қабатын зақымдамас үшін дәл осы гландуля бульбауретралис арнайы өзіне бөлінетін секрет арқылы зәр шығару өзегін бейтараптап тұрады, яғни қышқылдан күйдіріп жіберуден сақтап тұрады десек те болады, былайша айтқанда. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.